Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз үй жағдайында гаймориттен қалай емделу керек екенін сіздермен бөлісетін боламыз. Алдымен каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісеміз. Үй жағдайында гайморитті сәтті емдеу үшін аурудың белгілерін мүмкіндігінше ерте анықтау керек, және арзан, қарапайым құралдардың көмегімен жою өте маңызды. Гайморит кезінде мұрын арқылы тыныс алу қиындайды және иіс сезімі бұзылады. Қатты ауырсыну жиі байқалады. Жақтары да қозғалтқанда кейде ол дұрыс диагноз қоюға кедергі келтіріп, тісте ауырсынуды тудыруы мүмкін. Гаймориттің белгілері: қалың, сұйық, сары жасыл мұрыннан бөлінуі. Гаймориттің бірінде немесе екеуінде тоқырау. Мұрынның көзді немесе қастың үстінде шаншып ауру сезімі. Дене температурасы қалыпты болып қалады. Ал жоғары температура көбінесе аурудың ауыр ағымында пайда болады. Бірінші ем қабылдау. Бу моншасының көмегіне жүгіну арқылы оларсыз жасай аласыз. Гайморитті үйде емдеудің бұл әдісін өз бетінше оңай қолдануға болады. Ересектердегі гайморитті үйде емдеуге арналған кейбір рецепттер: жақ сүйек қуыстарының қабынуы желек көмегімен сәтті жойылады. Дәрі-дәрмекті дайындау үшін желек тамыры үстіңгі қабаттан тазартылып, үккіштен ұсақталады. 1 сағаттан үгітілген шикізаттың 1/3 бөлігі 2 лимон сығылған шырынымен біріктіріледі. Сіз қаймақ тығыздығының өте тығыз массасын аласыз. Ол 0,5 шай қасыққа тұтынылады. Күнделікті таңертең тамақтанғаннан кейін, жарты сағаттан кейін. Сізге 3-4 ай қажет. 2 апталық үзілістен кейін келесі курсты қабылдайсыз. Кезеңінде, көктемде немесе күзде аурудың өткір кезеңде өтуіне жол бермеу керек. 2 жылдан кейін гайморит толығымен жойылады. Гаймориттің қабынуға қарсы заттары бар. Шие жапырағы шайы өте пайдалы. Басқа үйдегі дәрілер де гайморитті емдеуге арналған. Лавр жапырағының қайнатпасын ұсынады. Ол мұрын жұтқыншақтағы бактериялармен жақсы күреседі және оны қосымша ем ретінде қолдануға болады. Бірақ өткір гайморит кезінде лавр жапырағы көмектесуі мүмкін емес. Бұл жағдайда антибиотиктерсіз істеу мүмкін емес. Әйтпесе өткір түрі оңай созылмалы түрге айналады. Оны емдеу әлде қайда қиын және ұзақ болады. Қарақаттан қора жидектен жасалған компоттар мен жеміс сусындар, олардың барлығы табиғи антибиотиктер. Құрметті оқырмандар, каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз.